Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akıbete lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli Müslüman bауырлар, Құптан намазынан алдыңғы дәрістерімізді жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісімізде Құран тағылымы, Құранның ерекшелігі, жаттау тәсілдері мен әдептері деген атты авторы Нұр Мубарак Ислам мәдениеті университеті Абу Ханифа ғылыми зерттеу орталығындағы Бижан ұстазымыз, Ильясбеков Бижан ұстазымыздың кітабынан болмақ. Иншалла, бұл кітап қасиетті Құран кәрім мен оны үйренуші әрі үйретуші адамның артықшылығы, Құранды оқу мен жаттау барысында сақталу тиіс арнайы әдептер мен ережелер баяндалған. Жалпы осы кітаптан азғантай шолып өтеміз. Соның ішінде Құран оқудың артықшылығы деген тақырыпты бір аят, бір хадис оқысақ, Алла қадір еткенше. Бисмиллахиррахманиррахим. Құран оқудың артықшылығы. Әлемде мұсылмандар тәрізді кітаптарын жатқа біліп, күндіз түні қайталаған ешбір дін өкілдері жоқ. Өздерін илахи дін мүшелері санайтын қасиетті кітаптарын дәл бұлай жаттаған емес. Әлемде кез келген бір дін өкілдерінің пәленше деген ғалымы кітабы жатқа біліп, тынбай қайталап оқиды деген сөзді ешкім естіген де емес. Құранның оңай жатталуы оның Алланың сөзі екендігінің дәлелі. Бұл Құранға ғана тән қасиет деп Иса ұлы Құран кімнің сөзі деген кітаптан келтіріпті 136 бетінен. Әрі қарай Құран аяттары мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде Құранды оқыған және жаттаған адамның артықшылығы мен Алла алдындағы биік мәртебесін баян етілген. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Фатыр сүресінің 29-30 аяттарында былай дейді: Астағузу билла, бисмиллахиррахманиррахим. Инналлазина ятлуна китабаллахи ва ақамуссалах ва анфақу мимма разақнахум сирран ва аланiyya ярджуна тиджаратан лан табура лиюаффияхум уджурахум ва язидахум мин фадлихи иннаху ғафурун шакур. Садақаллахул азим. Енді қазақшалай мағынасы: расында Алланың кітабын лайықты түрде оқитын, намазды да кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқитын, сондай-ақ өздеріне ризық несібе ретінде берген нығметтеріміздің бір парасын ізгілік жолында жасырын әрі жария түрде жұмсайтындар, әсте зиянға ұшырамайтын берекелі саудаға үміт арта алады. Өйткені Алла оларға тиісті сауаптарын толық береді. Оған қоса оларға шексіз шарапатын төгіп берер сый-сияпатын арттыра түседі. Алла өте кешірімді, әрбір игілікті ниет пен істің қарымын еселеп артығымен беруші деп баяндайды. Фатыр сүресінің 29-30 аяттардың қазақшалай мағынасы осылай болады екен. Осман радиаллаху анху, Алла одан разы болсын, жеткізген хадисте Алла елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, сендердің жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаға үйреткендерің дейді. Бұл хадисті имам Науави өзінің Тибян фи адаби хамалатил Құран деген кітабында келтірген екен. Хайрукум мән таалламал Құрана ва алламаху дейді хадистің мәтінінде. Яғни бұдан түсінетініміз, ардақты пайғамбарымыз хадисте адамдардың жақсылары Құранды жаттап, аяттардың мағынасын барынша терең түсінуге тырысқандары, сондай-ақ оны өзгелерге үйретіп, адамдарды Құран үкімдеріне сай өмір сүруге шақырғандары екендігін айрықша атап өткен. Сондай-ақ Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам
үмбетін ұдайы имандасып, өзара ақыл кеңес сұрасып, бір-біріне үнемі ақиқатты насихаттап жүруге ынталандырып, білім иелеріне өзге де мұсылмандардың сауатын ашып, Құранды өмірлерінің шырағына айналдыруды өсиет етуде. Сондай-ақ ғалымдар Құранды үйрену мен оны өзгеге үйрету ісін бір арнаға тоғыстыра білген адамның өзін ғана емес, өзгені де кемелдікке жетелеуші тұлға саналатындығын баса айтқан. Ендеше Құранды үйреніп өзгелерге үйрету ең абзал істердің бірі болса, әрбір мұсылман бұған ерекше мән беріп қарауы тиіс. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде былай деген екен. Осы хадисті оқып, иншалла қорытындылап намазымызды бастаймыз. Кімде-кім дүниені қаласа дейді. Кімде-кім дүниені қаласа, Құранды басшылыққа алсын депті. Құранды басшылыққа алсын. Кімде-кім ақыретті қаласа, Құранды басшылыққа алсын. Ал кімде-кім дүниені әрі ақыретті қаласа, Құранды басшылыққа алсын дейді. Демек, Құранмен дос болып, оны өз өмірінде басшылыққа алған адам екі дүниенің де игілігіне қол жеткізбек. Құранды үйреніп, онымен дос болуға бұл дүниеде еш нәрсе тең келмейді. Себебі Құран сізді Раббыңызбен қауыштырып, оның шексіз мейірімі мен рақымына бөлейді. Раббыңызды разы ететін істерді үйретіп, жәннатқа кіруіңізге себепші болады. Құранды үйреніп, онымен дос болған жан ешқашан зиян шекпейді, оның адалдығы мәңгілік. Міне, құрметті жамағат, бұл Құран бізді дүние ақыретте бақытқа жетелейтін Раббымыздан келген хат болатын. Яғни өкінішке орай қазіргі таңда көпшілігімізде Құранға деген түсінігіміз өте таяз. Құранды бір тек бір кісі қайтқанда, бір қаралы күндерде жұбатушы сөз сияқты, оқылатын бір әуен сияқты, жұбататын әуен сияқты дейміз бе, солай қабылдап қалғандар жоқ емес, бардың қасы. Дегенмен де Алла Тағала бұл Құранды марқұмдарға емес, керісінше тірілерге түсірген болатын. Бұл Құран тұрған тұрысымен тұнып тұрған Алла Тағаланың нығметі, яғни ол жерде тыйым аяттары бар, үкім аяттары бар, құлшылық аяттары бар, мұғжиза аяттары бар, өткен пайғамбарлардың қиссалары бар. Осы Құранды үйреніп, оған амал етуді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Ахир дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Оқылайын деп жатқан намазымызды Алла Тағала қабыл етсін.